Көптен күткен мектепте келді. Бүгін біз балаларды киіндіруге шықтық. Екі баламды, біреуі 4 класс, біреуі 2 класс. Рамазан және Бейбарыс. Бірінші форма алуға келдік. Біздің мектеп осындай темно-синий жилетка, темно-синий шалбар и галстугы барлығы бірдей бір дүкенге жіберді. Бүткіл мектеп сол жерден алады, сол жерден единый форманы алыңыздар деп. Сол жақтан бар формамызды сатып алдық. Шалбар, жилетка, галстук 29 000 теңге болды. Сосын кейін біз базарға жол тарттық. Бара салып, бірінші очередте сумка бердім. Екі баланың сумкасы 15 000 теңге болды. Сосын кейін уже аяқ киімге өттік. Аяқ киіміне бізге 2 туфли, 2 кроссовка керек. Сөйтіп, қызыма да кроссовка ала салайыншы, аяқ киімі жаман болып кетті деп, қызыма да кроссовка алдым. Сонымен 3 кроссовка, 2 туфлиіміз біздің 35 000 теңге болды. Әлде де бізде барлық нәрсе арзан ғой, продукта болсын, киім болсын, аяқ киім болсын, Алматы Астанаға қарағанда. 2 баланы киіндіріп ойбайлап отырмыз, ертең 4 баланы киіндіргенде шыңғыратын шығармыз. Аяқ киімнен шығып, біз Tupperware'дің офисына келдік. Бұл жерден біз су ішетін 2 бутылка аламыз и lunchbox дейді екен. Мынау кәдімгі хот-дог, гамбургер салып бер жіберуге мектепке. Бұл 4 зат 12 000 теңге болды. Ол жақтан шығып, біз спортивка алуға бардық. Ол жақтағы түсірмеппіз спортивка алғанымызды. Бүгін біз сөйтіп 100 000-нің үстіндегі ақшаны жаратып келдік, бірақ біз әлі көп нәрсе алған жоқпыз. Рубашка алуымыз керек, дәптер ручкаларын алуымыз керек. Әлі алатын майда-шүйде заттар көп, майка, турси, носки деген сияқты. Ал сіздер неше бала киіндіріп жатырсыздар, қанша ақша жараттыңыздар, комментарийға жаза кетіңіздер.